бұл өте үлкен қолдау болды, себебі қазіргі уақытта мына заманның талабына сай жұмысшы мамандықтарға, яғни жұмыс орындарына қажетті қарапайым жұмысшыларды қамтамасыз ету өте өзекті мәселе болып отыр. Себебі бізде осы колледждерімізді дамыту, олардың қажетті оқытатын мамандықтарын өзгерту, заман талабына сәйкестендіру және біліктілігін арттыру, оның инфрақұрылымын жаңарту, мамандарды жаңарту арқылы және барлық ұйымдарды, мұның ішінде мемлекеттік орталық атқарушы ұйымдарды, жергілікті атқарушы ұйымдарды, атамекен кәсіпкерлік палатасын, ұлттық кәсіпкерлік палатасын, сонымен қатар ұлттық компанияларды, кәсіподақтарды, басқа да барлық ұйымдарды мүдделес біріктіру арқылы, яғни күшімізді біріктіру арқылы осы жұмысшы мамандарды дайындауға үлкен қолдау білдірілуде. Бір қуантарлығы, бұл колледждерге көрсетілетін мамандық дайындау кезіндегі жан басына шаққандағы қаржылай қолдаудың өсуі. Сонымен қатар бірнеше бағытта, яғни инфрақұрылымды жаңарту бағытында, студенттерімізді жатақханамен қамту бағытында, жұмысшыларды кейіннен қоғам арасында беделін, яғни олардың имиджін арттыру бағытында көптеген жұмыстар жоспарланды. Сонымен қатар мектептермен байланыс, яғни балалар жас кезінен бастап мектеп оқып жүрген кезінде ол болашақта қандай маман болатындығы жөніндегі осы жоспарлауға, мүмкіндік алуға, олардың құзыреттері мен қабілеттерін арттыруға, сонымен қатар бағыт-бағдар беруге көптеген жұмыстар басталды. Осы жобаның аясында бізде осы колледждердің тарапынан Атырау өңірінде де көптеген реформалар жүретін болады. Яғни колледждерінде біздер тек қана қазақстандық емес, халықаралық стандарттарға да сәйкестендіру бағытындағы жұмыстар жалғасын табады.